Саламатсыздар ма? Ақтөбе гуманитарлық колледжінің психология пәнінің оқытушысы Табынбаева Гүлнұр Мұратқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мінез туралы жалпы түсінік. Бүгінгі сабақта алдымызға қойып отырған мақсатымыз студенттер мінез түрлерімен танысады. Жалпы мінез туралы түсініктері кеңейеді. Мінез туралы түсінік тақырыбын толық, жан-жақты, ғылыми теориялық тұрғыдан меңгереді. Сабақтан күтілетін нәтижелер. Студенттер мінез туралы ақпарат ала отырып, білімдерін тереңдетеді. Мінезді зерттеген ғалымдардың ой-пікірлерімен танысады. Мінез бітістерін және типтерін ажырата біледі. Мінездегі жетістіктер мен міндеттерді ажырата алады. Бүгінгі сабағымызды мінез әр адамның өзіндік ойлары мен адамгершілігінен басталады деген Аристотельдің сөзімен бастағым келіп отыр. Жалпы мінез ежелден зерттеліп келе жатырған адамның жеке тұлғалық қасиеті. Мінезге әр кезеңде әр түрлі анықтамалар берілген. Мінез дегеніміз әр адамның жеке басына тән өзіндік психологиялық қасиеттері мен ерекшеліктерінің жиынтығы деп кейбір дерек көздерінде айтылса, мінез жеке адамның тіршілік жағдайындағы қылығын бейнелейтін тұрақты және мәнді психикалық ерекшеліктердің үйлесімі. Мінез адамның негізгі өмірін, бет алысын және оның өзіндік әрекетінің айырмашылығын сипаттайтын сапалы өзгешелігі деп те баяндалады. Мінезді ең алғаш өз деректерінде сипаттап жазған Теофраст болды. Одан кейін Теофраст ойын жалғастырушы Александр Бен, Иммануэл Кант, Маргарет Фулли, Андрей Ричко, Карл Леонгард сынды ғалымдар мінезді зерттеп бірнеше түрлерге, типтерге бөліп қарастырды. Темперамент, тума факторларға, анатомиялық физиологиялық ерекшеліктерге және ең бастысы жүйке жүйесінің қасиеттеріне тәуелді болса, мінез адамның заттық, әлем және басқа адамдармен қатынасуының көп түрлі жүйесіне араласуына қарай әлеуметтенуі мен тәрбиеленуіне байланысты қалыптасады. Жалпы мінезді анықтауға байланысты мен және менің әлемім әдістемесін ұсынғым келіп отыр. Және менің әлемім әдістемесінен байқағанымыздай, әрқайсымыздың мінезіміз әртүрлі. Осыған орай, жоғарыда ғалымдардың зерттеуі бойынша мінезді мындай типтерге бөлуге болады. Гипертимді тип, қозғалысқа бейім тип, тым көп қозғалады, тәртіпсіздікке бой алдыртады, шулы ортаны, көпшілік жиналған жерді жақсы көреді, өздерінің алдында артықшылығын көрсеткенді ұнатады, сөзшең, мақтанғанды жаны сүйеді, өзінде мақтағанды ұнатады, көп нәрсеге
аса қызығушылықпен қарайды. Отбасылық қоғамдық міндеттерге жауапкершілікпен қарамағандықтан қақтығысқа түсіп жатады. Жестері мен мимикалары айқын. Оптимист, бойында күш-қуаты мол. Цикломды тип. Көп жағдайда бейжай күй танытады. Жалғыздықты жаны сүйеді. Кез келген жағдайда сөзді жүрегіне жақын қабылдайды. Сондықтан өзгелер ескерту жасағанды еш ұнатпайды. Либилді не дистемді тип. Көңіл күйі ауа райынан өткен құбылмалы. Өзіне өзгелердің көзқарасын бірден байқайды. Тіпті кей жағдайларда соған тәуелді болады. Көңіл күйі нашарлаған кезде жақындарының қолдауын күтеді және қолдаған абзал. Бұл типтегі жандар достарының қолдауын аса жоғары бағалайды. Көп сөйлей бермейді, баяу қозғалады және баяу ойланады. Үйде жалғыздықта болуды жаны қалайды. Ұрыс-керісті ұнатпайды. Әділ, байсалды, тиянақты. Астено-невротикалық тип. Ақыл-ой жұмысының тез жалығады, шаршайды, көп жағдайда қалжырайды, көңілсіз күйде жүреді. Қырсықтық қасиеті де бар. Топпен жұмыс істей білмейді. Қақтығысқа бейім жандар. Жай уақытта таза, ұқыпты, балаларды жақсы көреді. Ашуы келгенде дүниені төңкеріп тастайды. Сензитивті не тежелгіш тип. Көпшілік жиналған жерде жүрмейді. Үлкен компанияларды ұнатпайды. Ондай жерде өзін жайсыз сезінетіндіктен сырт көзге тұйық болып көрінеді. Бейтаныс ортаға бейімделуі қиын. Ал достарын алдында ашық, жарқын, әзіл қой. Жолдас таңдауда қателікке бой ұрмайды. Ерлік мінезі бар. Құмар ойындарды жаны сүймейді. Басқа балаларға қарағанда ата-анасына тым жақын келеді. Өзіне де, өзгелерге де жоғары талаптар қояды. Мойнына алған жұмысты нәтижелі аяқтайды. Өзіне сенімді, сезімтал, қызғаншақ, ар-намысты бәрінен жоғары қояды. Психоастеникалық не педантты тип. Өз-өзіне де, өзгелерге де баға беруге бейім. Жұмыста басқаларға зор талап қояды. Ал кей кезде лидерлікті басқаларға береді. Өзіне сенімі мол. Интеллектісі тез дамиды. Аздап салғырттығы, абайсыздығы бар. Жанжал туса да бейжай, сабырлы қалпында қабылдай біледі. Өзі соқтығысқанды аямайды. Тез шешім қабылдайды. Жиі ой үстінде жүреді. Сонымен қатар психология ғылымында мінез бітістері деген ұғымда кездеседі. Бұл қандай да бір бітіс, әрекет қылықтың тұрақты қайталанып отыратын нақты белгісі. Адам мінезі сан алуан. Бұл іс-әрекетте айқын көрінеді. Біреудің барша қимыл қозғалысы шапшаң, екіншісі асықпайды, бірақ ісі тиянақты. Үшінші, іске ойланбастан кіріседі, кейін барып ойланады. Жағдайға қарай ісін реттей біледі. Адам мінезінде көрінетін мұндай ерекшеліктер мінез бітістері деп аталады. Мінез туралы жалпы түсінік тақырыбы бойынша пысықтау сұрақтарын ұсынамын.